Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода ешқандай насадкасыз осындай тортқа декор жасап үйренеміз. Торттың іші Орео торты, яғни мус пен начинка жасалған торт. Салмағы 1,5 килограмм. 8 сағаттай тоңазытқышта тұрған тортымызды крем чизбен қаптап бастаймыз. Кондитерлік қаптан бір келкі шығара отырып, кремді тортқа айналдыра жағып шығамыз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай спатуланың көмегімен кремді айналдыра тегістеп шығамын. Тортты айналдыра отырып, скребоктың көмегімен кремді бір келкі ете отырып жағып шығамын. Тортты бір айналдырып шыққаннан кейін осындай крем тимеген жерлеріне міндетті түрде кремді толтырып жағуымыз қажет. Бұл жолы торттың қырын шығармаймын, тек төбесін тегістеп қана қоямын. Торттың төбесіне спатуланың көмегімен спираль тәріздес із қалдырып шығамын. Торттың жан-жағына скребокты сәл ғана қисайта отырып, қатты баспай, осындай толқын тәріздес іздерді қалдырып шығамыз. Торттың төбесіне және айналасына жемчуг тәріздес посыпкаларды сеуіп шығамын. Мен орташа және өте майда посыпкаларды пайдаландым бұл торттың декорында. Вафельді қағаздан жасалған көбелектерді торттың бетіне қойып шығамын. Торттың бетіне вафельді қағаздан осындай көбелек немесе сурет қойған кезде міндетті түрде астыңғы жағына шоколадты немесе глазурды ертіп жаққандарыңыз дұрыс. Әйтпесе торттың ылғалымен мына вафельді гүлдер немесе вафельді көбелектер еріп кетуі мүмкін. Соңынан изомальтадан жасалған цифрларымызды қоямыз. Менде 18 деген сан. Міне менің тортым дайын болды. Ұнап жатса каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және кез келген комментарий қалдырыңыздар.